Шымкент қаласының еңбек инспекциясы және көші-қон басқармасы 2019 жылдың 6 айында атқарған жұмыстары бойынша есеп берді. Жиында сөз алған Бауыржан Қалжанов жыл басынан бері 152 тексеру жүргізіліп, 131 заң бұзушылықты анықталғанын мәлімдеді. Жалақысы төмен қызметкерлерге жалақысын көтеру жұмысына мониторинг жүргізу жөніндегі штаб құрылып, осы орайда анықталған кәсіп орындарда жұмысшылардың жалақысы орта есеппен 22%-ға өскен. Сонымен қатар бірнеше жылдан бері жалақы қарыздарын өтемей келген 4 кәсіп орын анықталып, жұмыскерлерге 16,7 миллион теңге жалақысы толығымен өтелген. Жалпы бұл тексерулер дегеніміз, мысалы қазіргі таңда тексеру екі негізде жүзеге асырылып жатыр. Біріншісі ол жаңағы азаматтардың немесе жұмыс берушілердің арыздары бойынша, біріншісі, екіншісі арнайы органдардың талабы бойынша. Бұл жерде арыз шағымдар дегеніміз жұмысшылар өздерінің еңбек құқықтарының шектелгендігі немесе бір өзінің құқықтарын толығымен біліп алу үшін деген сияқты мақсатта жазады бізге. Сол себепті бізде оны қарастырып, жаңағы жұмыс берушіге барып тексеру амалдарын жүргізусіз шешілмейтін болған жағдайда осы тексеру тағайындалып, арнайы жұмыстар жүргізіледі. Осы 150 тексеру бойынша 68 нұсқама әзірленген болатын. Еңбек инспекциясы және көші-қон басқармасы студенттер арасында 17 кездесу ұйымдастырған. Жас маман иелеріне еңбек келісім шартын түсіндіріп насихаттауда. Сонымен қатар жыл басынан бері 159 отбасы 260 адамға оралман мәртебесі ұзартылған.